Бұралқы сөз күлмекке жақсы, бұралқы ат мінбекке жақсы деген. Бірақ әзіл айтсаң да әділ айт. Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалап, қолдауларыңызды сұраймын. Кейде әзілмен де шындықты жеткізуге болады. Себебі әзілде кек жоқ, күлкіде шек жоқ. Бірақ әзілдің алысқа бармағаны жақсы. Кейбір даналар әзілден, қалжың шайтаннан дейді. Әзілдің зіл түсіретін салмағы да болады. Бірақ аяқ қымыздың екі аяқ желігі бар дейтіндей. Әзілдің бір осал тұсы тоқтар шегін білмейді. Жеткізіп айтар жерде асырып айтады. Асырып айтар жерде жасырып айтады. Ауыр істің салмағы білекке түссе, ащы әзілдің салмағы жүрекке түседі. Мінезі ауыр адамға әзіл жүрмейді. Қайғылы қабаққа қалжың айтпағайсың. Атпен ойнаған тайдың жілігі сынады деген. Жылайын деген бала әкесінің сақалын тартып ойнайды. Әзілден от шарпып, соңы жанжалға аласады. Әсіресе шахмат дойбы ойнаған сәтте әзіл айтпа. Шахмат ойнағанда адамның ақылы тастан да ауыр болады, судан да тереңге сүңгиді. Жеңіл жел сөзді көтере бермейді. Әзілден от шығуы мүмкін. Шахмат дойбы көп ойнауды әдетке айналдырма. Егер ойнасаң, ақша тікпе. Ол құмарпаздықты оятады. Құмарлық ақылдыны ақымаққа тез айналдырады. Аз ойна, көп ойла. Ойынға ойсыз ғана құмар болады. Теңге тікпей ойнауға әдеттенгін. Шахмат ойнауды жақсы білсең де, құмарпаздықпен атағын шығарған адаммен ойнамағын. Егер ойнағың келсе, зиялы адаммен ойна. Дойбы мен шахмат ойнаудың өзіне тән тәртібі бар. Сен бірінші болып тасты жеме, алдымен қарсыласың тасын алсын. Егер дойбы ойнасаң, алдымен екі тасты қарсыласыңа бер. Шахматта болса, бірінші жүрісті қарсыласыңа бер. Маскүнем, бұзықтармен шарт қойып ойнама, ондай ойын бір пәлеге бастайды. Дойбы ойнауда қос тасты алудың қарымтасы үшін қарсыласыңмен керісіп, пәлен істі істедің деп ант ішпегін. Ақта болсаң, ант ішпе, айрандай жұғар үстіңе деген. Ант ішіп турасын айтсаң да, есіткендер жалған деп түсінеді. Келеке, мазақ, дау-шардан өзіңді аулақ ұста. Әзіл сықақ айту айып емес, оны аңдып айтқаның абзал. Әзіл айту керек, бірақ әзілің зілді болмасын. Өзіңнен төмен адаммен әзілдес, бірақ ізет құрметтен айырылып қалма. Тең құрбыңмен әзілдессең, айыбы жоқ, ақың кетпейді. Бірге өскен құрдас қалжыңдаспай тұрмас деген. Белден төмен әзілге кірме, бейәдеп сөзді айтпа. Шектен тыс әзіл айтсаң, сөзің қадірсіз болады. Жұртқа не айтсаң, соны жұрттан естисің. Бірақ бір адаммен ұрыспа. Ұрысу ақылды адамның ісі емес. Кездейсоқ біреумен ерегесіп қалсаң, аузыңа келген сөзбен балағаттама. Ерегістен ер өледі, екі ердің бірі өледі деген. Керісудің соңында келісерлік жол қалсын. Ер шекіспей беріспейді. Жас кезіңде әзіл айт, қартайғанда аңыз айт. Қалжың сөз сақалды ауыздан шықса, одан өткен ұят жоқ. Кәрі түйе ойнақтаса жұт болар деген. Әзіл сөз қарияның ажарын қашырады, даналығын жасырады. Қисық өссе тал мазақ, әзіл айтса шал мазақ. Қария әзілге тоймаса, немересі сақалымен ойнайды. Жасында тексіз қалжың айтсаң, қартайғанда сүйексіз мылжың боласың. Әр сөзбен істің орнын біл. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.